Мен Асқар Мирас Даниярлы, Құрманғазы Сағырбайлының 205 жылдық мерейтойына арналған республикалық конкурсын байқаушысымын. 56-шы мектеп лицейінің 8-ші сыныпта оқимын. Және нөмір 3-ші музыкалық мектебінің түлегімін. 7 жасынан бастап мен домбыраға қызығамын. Құрманғазы Сағырбайлы 1823 жылы туылған, 1996 жылы қайтыс болған. Қазақтың ұлы күйші композиторы, қазақтың аспапты музыка өнерінің классигі. Құрманғазының әкесі Сағырбай өнерден алыс, қақ-соқпен ісі жоқ, қарапайым шаруа адам болатын. Шешесі алқа дуынды, бірбеткей, ер мінезді кісі болған. Той-томалақта күресетін палуан әйел атаныпты. Оны күй өнеріне баулаған әрі алғашқы ұстазы ұзақ күйші болатын. Бала Құрманғазы ұстазымен қара домбырасымен талай сайыстарға қатысты. Сол кездегі Бөкей ордасының атақты күйшілері Байжұма, Баламойсан, Байбақты, Соқыр Ержан, Шеркештің күйлерін үйреніп, шеберлігін шыңдай түседі. Құрманғазы қанша тақты болғанмен өмірі қиын болды. Ол түрмеде отырған. Түрме тақырыбына бірталай күй шығарды. Қаран шешем, ертең кетем, кісен ашан, түрмеден қашқан, арба соққан, Перовский маршы, не кричи, не шуми және машина. 1880 жылы Астрахан түбіндегі Сақмар елді мекеніне қоныс аударады. Қауым арасында ерекше құрметке бөлінген Құрманғазы Дина Нұрпейісова, Ерғали Ишанов, Меңдіғали Сүлейменов сынды мирасқорларын жинайды. Сол дәуірде әйгілі болған көп бала Менетай, Менқара, Сүгірәлі, Торғайбай шорасында домбыра тарту шеберлері де Құрманғазын ұстаз тұтқан. Құрманғазын Сахараның даңғыл өкте төйлескер күйшісі Соқыр Ержанның алдын көріп Дәулеткерей сияқты жайсаң күйшімен сырлас болып Шеркеш, Байжұма, Баламайсан сияқты күйшілердің өнеріне өнеге алған. Адай күйінің шығу тарихы. Құрманғазы бірде келе жатып 300 адайдың жауынгерлеріне кездеседі. 2000-дай түркімен жауынгерге қатар шауып келе жатқан 300 адай қатты шаң көтеріп шабуылға шыққан. Түркмендер сасып қорқып адайлардан қашқан. Бұны көріп тұрған Құрманғазы адайлардың тапқырлығына, батырлығына таң қалып сол жерде адай күйін шығарған екен. Адай күйін тыңдасаң жауға шапқан ержүрек адайлардың айқаймен аттарын шапқан дүбірі естіледі дейтін. Балбырауын күйінің тарихы қандай? Күйді Құрманғазы Браун деген әлде графтың, әлде дворянның балына арнап шығарған екен. Шындығына ол кәдімгі балбырау, балбырату дегенді ғана білдіреді. Құрманғазының әр күйінің дерлік тарихы, кейіпкері бар.